Аударып дыбыстаған аққу. Мен 6 сынып оқитын кезімде менің бетіме безеулер шыға бастады. Таңертең тұрып қарағанымда менің бетімде безеулер болды. Мен жуынатын бөлмеге барып қарадым. Және де олар қызыл болмады, бірақ сонда да болды. Маған олар мүлдем ұнаған жоқ. Және де мен қатты қорықтым. Мектепте тұрғанда маған адамдар шок болып, жынданып, күліп қарайтын. Мен шкафтың ішіне тығылып қалғым келеді. Өзімді қоярға жер таппадым, жыладым. Одан кейін мен көзіме линза алуды ұйғардым. Өйткені мені көрген адамдар бетіме емес, көзіме қарағанда ол бетіме мән бермейді деп ойладым. Мен қатты қуандым. Линзамды алғашқы рет таққан кезімде сыныптастарым маған «Вау, сенің линзаң күшті ғой» деп барлығы айтты. Және де мен оларға қуандым. Көп ұзамай менің линзаларым шытынап түсіп қалды. Және де мен жаман болдым. Барлығы мені қайтадан безеулеріме қарай бастады. Мен қатты жыладым. Одан кейін мен боянуды жөн көрдім. Бірақ мен бұлай шығатынын ойлаған жоқпын. Мен Алладан күні-түні жатпай тіледім, бірақ одан ештеңе шықпады. Бір күні мен шампуньді көріп қалдым. Және де ол безеуді кетіреді екен. Мен онымен жуғанымда шынымен де кетті. Менде безеулер әзір жоқ. Кішкене 3-4-еуі қалды. Егер де сіздерде де безеулер болса, онда сіздер уайымдамаңыздар. Олар бәрі де кетіп қалады. Егер анимация ұнаса, лайк басып